Бұл мен 13 жасағы ақмар. Энергетикалық сосын мен фастфуд жегенді жақсы көремін. Неге екенін білмеймін, бұның зиян екенін біле тұра қайта-қайта іше бергім келеді. Бұны тек мен ғана емес, менің достарым да, басқа адамдар да ішеді. Бұны анам көрсе, ұрсуы айдан анық. Бұны қоя беріңдерші. Ең қызығы, маған берілген тапсырма денсаулық және қоршаған орта деген тақырыпқа үй тапсырмасын берген. Ал мен ішіп жатқан денсаулыққа да, қоршаған ортаға да пайдасы бар ма өзі? Бұны көрген жерге тастамау керек, кішкентай іс болса да қоқыс жәшігіне тастау керек. Әкем айтқандай, кішкентай істің артында үлкен жетістік тұрады. Ауылда өстім, шаңына аунап еркеле, ұядан ұштым, қатайды қанат ертере. Асығып алды, бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқақ, қиялдар қилы жетеле. Қаланың мұнау, тамаша сайран сауығы, жолдарын жуы, нөсерлер жылы жауы. Кез келген адамнан табиғи өнімді қайдан алуға болады деп сұрасақ, олар бірден табиғи, таза, қоспасыз өнімді ауылдан алуға болады деуі анық. Сен сұрасаң, бел тұрғанда бай, майы сар, қайың ағаш, жел тұрғанда. Біз бүгін Меркі орталық ауруханасына келдік. Біз қазір салауатты өмір салтын ұстану дәрігеріне барып, кішігірім сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіз бе, Халбибі Жексенбі қызы. Сізге менің дайдаған бірнеше сұрағым бар. Сәлеметсің бе, Ақнұр. Салауатты өмір салтын ұстану адам өміріне қандай пайдасын тигізеді? Салауатты өмір салтын ұстану дегеніміз, ол біз ең алдымен денсаулықты нығайту бағытында, сауықтыру жолында белсенді іс әрекет жасау. Салауатты өмір салтын ұстану ол ең бірінші дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден аулақ болу, дене белсенділігін арттыру, жұқпалы аурулардан аулақ болу, кикілжің мен күйзелісті болдырмау және экологиялық денсаулыққа әсері. Яғни экология деп атсыз. Экологиялық, таза экологиялық өнімдерді пайдалану біздің ағзамызға қандай пайдасын тигізеді? Таза өнімдерді пайдалану дегеніміз біз қазір ауылдық жерде тұрамыз. Сондықтан да сендердің ата-аналарыңның бау-бақшасы бар. Сол бау-бақшадағы өсірілген көкөністер, жеміс жидектерді жеу бұл таза экологиялық өнім болып есептелінеді. Сұхбатыңызға рахмет, Халбибі Жексенбі қызы. Жұмыстарыңызға береке берсін, ауырмай сырғамай жүре беріңіздер. Сіздерге көп рахмет. Әлемдегі экологиялық проблемалар күн санап артып, бұл біздің денсаулығымызға тікелей әсер етуде. Сондықтан да біздің зерттеуіміздің негізгі мақсаты қоршаған ортаның тазалығы мен адам денсаулығы арасындағы байланысты ғылыми тұрғыдан дәлелдеп, бұл мәселені шешудің тиімді жолдарын ұсыну. Біздің жобамыз тек теория емес, практикалық көмек көрсетуге бағытталған. Әрқайсымыздың кішігірім әрекеті бүкіл адамзаттың денсаулығы үшін үлкен қадам бола алады. Табиғатты қорғау, біздің болашағымызды сақтау. Меркі жерінде ауылдық өнім өндіретін кәсіпорындар мен зауыттар өте көп. Соның бірі Меркі ірімшік зауыты. Салем, Джики, вау! Казахстан — это то самое место,
где мы съели твое транспортное средство. Тут не важно, кем ты был, а важно, кем стал. А так, всем салам, всем салам, всем салам. Всем пацанам, как МЦ квадрат. Бью в центр, и цель моя дать заряд. В конце оценка на результат. Мой рецепт теперь все Меркі ауылына қарасты 16 ауыл тұрғындары сүттерін осы зауытқа келіп өткізеді. Ал осы зауыттан шығып жатқан сүт өнімдері адам денсаулығына пайдалы екенін айтпасақ та білерсіздер. Салемчики, вау. Казахстан — это то самое место, где мы съели твое транспортное средство. Тут не важно, кем ты был, а важно, кем стал. А так, всем салам, всем салам, всем салам. Всем пацанам, как МЦ квадрат. Бью в центр, и цель моя дать заряд. В конце оценка на результат. Мой рецепт теперь все хотят. Адам ластайтын басты факторларының қоршаған ортаға беретін зияны қандай, және де осындай кәсіпорындар мен зауыттардың қоршаған ортаға беретін зияны қандай, осы туралы сүбелі сөздер айтамыз. Сәлеметсіз бе Әсел ханым, сізге біздің дайындаған бірнеше сұрағымыз бар. Осы зауыттан шыққан қалдықтарды сіздер қайға төгесіздер, немесе оны қайтадан қалпына келтіруге бола ма? Біздің сүт өнімдерінен қалдық шықпайды деуге де болады. Мысалға, біз ірімшік жасағанда, ірімшіктерді алған кезде ол жерден сыворотка шығады. Ол сыворотканы біз сывороточный цехке жібереміз, оны қайнатып тұндырғанда біз альбуменный пастаны аламыз. Альбуменный пастаны уже алып алғандан кейін сыворотка уже су болып қалады. Альбуменный пастаны құртқа жібереміз. Альбуменный паста вторичный сырье болып саналады. Сол сырдан шыққан қалдық болып санады. Оны біз құртқа жібереміз дағы, а уже су қалып қалады. Оны суны уже канализацияға төгіз аламыз. Оның составында, құрамында ешқандай зиянды, экологияға зиянды ешнәрсе жоқ. Ол уже алғанның бәрін уже біз алып аламыз. Әшейін су болып қалады. Например, сливкені бөліп алғанда, май айдағанда пақта шығады. Ол пақтаға біз тоже сүт қосамыздағы, ондан творог жасаймыз. Пақта май цехтегі бұл тоже вторичный сырье болып саналады. И оны да біз керекке жаратамыз да, ондан творог шығарамыз. Сондай сүттен андай шығады, қалдық шығады деп ойлап, енді қалдық болғанда использованный упаковкалар, қораптарды ғана шықпаса, это возвраттарды, оны уже біз Мерке ауданында бізде договор бар, мусор жинайтын организациямен, солар келіп, аптасына 2 рет алып кетіп тұрады. Ондай қалдық шықпайды енді бізден. Жарайды. Ал енді екінші сұраққа көшсек, таза экологиялық сүт өнімдері дегеніміз не? Таза экологиялық сүт өнімдері деген бұл сүттің өзінен ешқандай қоспасыз таза өнімдерді шығару. Қоспа болғанда біз ешқандай ГМО-сыз, ешқандай қазір жаза айтып атылған пальмовый май, сондай бір всякий сульфаттарды, сондай бір тоз мұздарды қоспаймыз. Сүтті сол аламыз, қайнатамыз, кілегейін бөліп аламыз дағы, оны майға жібереміз. Тек қана табиғи заквасочный культуру дейді, соларды ғана қосамыз. И сырды ұйытатын сычужный ферменттерді қосамыз. Содан біз уже таза өнімдерді аламыз меркесі. Рахмет Әселекке, істеріңізге береке берсін, алға баса беріңіздер. Рахмет. Әрине, экология бұйдасы шимай шешілмеген үлкен мәселе. Таза экология денсаулық кепілі. Ұрпақ пен ұлт саулығы біздің ең басты байлығымыз. Сондықтан экологияға қоғам болып үлес қосайық. Қоршаған ортаны қорғау қоғам мәдениетінің көрсеткіші, ал экологиялық сана өркениетті елдің белгісі.